Көксерек еркін даланың жыртқышы. Ол адам қолында өссе де, жүрегінде дала рухы, табиғи түйсік сақталып қалды. Құрмаштың мейірімі адамдардың оған деген салғын қарым-қатынасын жылыта алмады. Көксерекке деген Құрмаштың махаббаты оның бойындағы жабайылықты толық жоя алмады. Күндердің бір күнінде ол орманның иісін, желдің үнін, еркіндіктің шақыруын қайта сезінді. Табиғаттың күші оны өз әлеміне тартты. Бұл табиғи заңдылық, өмір заңы. Әр жаратылыс өз болмысына, өз мекеніне оралады. Көксеректің кетуі сатқындық емес, табиғаттың ақиқаты. Ол адам мен аң арасындағы шекараны қайта еске салды. Адам өркениеттің иесі, ал жыртқыш еркін даланың символы. Көксерек еркін даланың иесі еді, ал Құрмаш оны бауырындай жақсы көрді. Бірақ қасқырдың бойындағы жабайы түйсік, еркіндікке деген ұмтылыс ешқашан өшкен жоқ. Құрмаш оны үйге үйреткісі келді, адамдарға бейімдеуге тырысты. Ал көксерек өз болмысынан алыстай алмады. Бірі мейірімге сенді, бірі еркіндікке адал болды. Соңында табиғат өз заңын орындатты. Бұл адам мен аң арасындағы мәңгілік қақтығыс. Мейірім мен табиғи түйсік, өркениет пен еркіндік арасындағы тартыс.